Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен осындай асқабақ қосылған нан дайындайтын боламыз. Ең алдымен жылы сүтімізге жылы суды құйып, оның үстінен қантымызды, тұзымызды, дрожжымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Асқабағымызды суда пісіріп, піскен асқабақты жақсылап езіп, осы массаның үстіне қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Енді үстінен електен өткен ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа көтерілгенше қалдырып қоямыз. Қамырымыз осылай көтерілді. Енді теңдей 3 бөлікке бөліп, нандарымызды жасап алатын боламыз. Нанымызды формаға орналастырып, қызып тұрған пешімізде пісіріп алатын боламыз. Нандарымыз осындай сап-сары, әдемі, өте жұмсақ болып пісіп шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, өте пайдалы. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда бұдан да қызықты рецептермен бөлісетін боламын. Сіздермен бірге болған әдемі. Келесі видеоларда кездескенше аман сау болыңыздар.